жасайды. Романда деп аталды, қазір қандаса деп атайды. Тілдерге өзіндік көзқарасымыздың тұрғысынан мемлекеттерде тұрып жатқан қазақ Көшті, мысалға Түркия саны артты, ұлттық бірлік нығайды, қазақ тілі мен мәдениет. Тепсеңдерді бауыр бас, құтты тепсеңдерді ауыл бас. Атажұрт төр төгуге сонығып, астында өз асты. шетелдегі қазақтардың аудиториясына хат пен қайталау, риторикалық сұрақпен реп сөйлеу. қарады тұқымын деп өлең жазды. Өлеңдегі лирика, пафос қандай сезім? өлеңі шетте жүрген қазақтарға арналған. Бұл өлеңде Бүгінгі ашық сабақ маған жаңа тәжірибе мен қызықты. Топтық жұмыста басымыз бірігіп, топтық жұмыстар келген болатын. Топтық байланыс береміз. Бүгінгі сабақ өзіңізді ақынның, яғни бұл жерде өлеңдегі пайдалы болды, қызық мәліметтер, сабақ өте түскен рахмет.